Жалпы бұл тақырыптың аты зиярату әхлил хайр дейді. Жаңағыдай хайр иелерін, яғни жақсылық иелерін, яғни осы өмірде Аллах тағалаға жақсы тақуалық қылған, Аллах тағаланың дінінде бекем болған, Аллах тағаланың шариғатымен өмір сүріп жүрген, біліммен айналысқан, амалмен айналысқан, жалпы Аллах тағаланың разылығын іздеп, осы өмірде қайтсем мен Құдайды разы етемін деп, қолынан келген барлық жақсы амалдарды жасап жүрген адамдардың зиярат қылу. Және олармен сұхбаттасу, олармен жаңағыдай сөйлесу, әңгімелесу, өмір жайында, ақырет жайында, және сонымен бірге оларды жақсы көру, және солардан жақсы дұға тілектерді тілеу, яғни соларға барып маған дұға қылыңызшы деп жақсы дұғаларды одан сұрау, және сонымен бірге олардың осы ислам дініндегі орнына қарай құрметтеп, оларға жақсы мәміле жасау деген тақырып. Жалпы айтқан кезде Аллаға жақын болған пенделерге жақын болу, Аллаға жақын болған пенделерге жақын болу, Аллаға жақын болған пенделердің сұхбатында болу, Аллаға жақын болған пенделерден дұға сұрау деген тақырып жалпы айтқанда. Өткен сабағымызда Муса алейхиссаламның оқиғасын біз келтірген тұғымыз. Білеміз, Муса алейхиссалам пайғамбарлардың анау үлкендеріне жатады, улул азм болған пайғамбарларға, үлкен пайғамбарларға жатады. Бірақ сонда да Алла субхану тағаланың білімінің шексіздігі Муса алейхиссаламдай үлкен жаңағыдай пайғамбарға, яғни Аллах тағаламен тікелей сөйлескен, Аллах тағаламен тікелей жаңағыдай тілдескен пайғамбар деп жатады ғой жалпы айтқанда. Міне сол Алла субхану тағаламен жаңағыдай Аллах тағалаға жақын болған пайғамбарға Аллах тағаланың білімінің қандай кең екендігін көрсету үшін Алла субхану тағала оған пайғамбарлығында адамдардың арасында, яғни ғұламалардың арасында ихтилаф болған кісі кімге жібереді? Хидр алейхиссаламға жібереді. Хидр алейхиссаламға жіберіп, сол кісіден не үйретеді? Сол кісіден білім алдырады. Яғни Муса алейхиссаламдай Аллаға жақын болған, Муса алейхиссаламдай тақуа, Муса алейхиссаламдай пайғамбар, Муса алейхиссаламдай Аллахтан тікелей уахи алып отырған затқа Алла субхану тағала бұл өмірде жаңағыдай Хидр деген алейхиссалам, яғни Хидр деген сондай бір әулие кісі бар екендігі, кейбір ғұламалар ол кісіні пайғамбар десе, кейбір ғұламалар ол кісіні әулие дейді. Міне сондай бір кісінің бар екендігін айтып, міне соған қарай барып, содан бір білім алуға не қылады? Муса алейхиссаламды шақырады. Осы іспенен Алла субхану тағала қиямет қайымға шейінгі келетін өзіне иман келтірген адамдардың мен жаңағыдай білімім өте бір үлкен дәрежеге жетті, менің тақуалығым бір жоғары дәрежеге жетті, болды, мен енді ешкімге мұқтаж емеспін, ешкімнен бір білім алуға қажетсінбеймін дейтін адамдардың не қылды? Адамдарға ескертіп қойды. Ей пенде, сен қанша білім алсаң да, қанша дәрежең жоғары болса да, қанша тақуалығың мықты болса да, бәрібір дегенмен Алла субхану тағаланың білімінде сен бәрібір несін өте таясың, өте бір кішкентайсың. Сол үшін сен өміріңде Алла субхану тағаланың жаңағыдай құлшылық ибадатын жасап жүрген кезіңде, міне адамдардан өзің биік санап, олармен не қылмай қойма, өзіңді олардан үстін қойып қоймағын. Тіпті сол Муса алейхиссалам сынды пайғамбардың ісіменен міне осы қиямет қайымға шейін келетін момын мұсылмандарға, Аллаға иман келтірген момындарға әрдайым өздерін төмен ұстап, өзінен жоғары болған, тіпті өзімен тең болған, Алла субхану тағаланың ғибадатында бекем болған адамдармен барып сұхбаттасып, олардан білім үйреніп, олармен қарым-қатынас жасау керек екенін бізге не қылды? Алла субхану тағала Құран-ы Кәрімде өзін естеді, көрсетті. Білеміз Муса алейхиссаламның оқиғасын, Кахф сүресіне келген бұл оқиға не болады ол жерде? Муса алейхиссалам барып, Хидр алейхиссаламға барып не қыл дейді? Сен маған Аллах тағала саған үйреткен нәрседен не істе? Үйреткін дейді. Хидр алейхиссалам не дейді? Сен маған сабыр қыла алмайсың дейді. Маған берілетін білімге, жалпы айтқан кезде менен алатын талим, білімге сен не істей алмайсың? Сабыр қыла алмайсың дейді. Сонда Муса алейхиссалам, мен саған ілеспесем, сен маған білім бермесең, мен сабыр қылмайтынын сен қайдан білесің? Мен саған рұқсат бер, мен саған ілесейін, мен сабырларын табасың дейді ғой жалпы. Сосын Муса алейхиссалам кімге? Сол Хидр алейхиссаламға ілесіп, сонда бір үш үлкен не болады? Үш оқиға болады.
бір кемеге шыққан кезде кемені теседі, сосын жаңағы жолда жүгіріп жүрген, ойнап жүрген кішкентай баланы бостан босқа барып өлтіреді, сосын бір жаңағыдай бір ауылға аштан-аш барған кездерінде ол ауылдың тұрғындары оларға ешқандай тамақ берместен шығарып салған кезде жолдың бойындағы құлап жатқан бір дуалды, құлап жатқан бір жаңағыдай не дейді, завор дейміз ба, дуал, жалпы дуалды, соны не істейді, орнынан тұрғызып қойып, оған ақы алмастан кетеді. Міне осы үш жерде де Муса алейхиссалам анау Хидр алейхиссаламның істеген ісіне не істейді, таң қалады. Біріншінде барып бір анау кедей кепшіктердің, яғни бір аға іні болған бір кедейлердің несі болады, балық аулап күн көретін кемесі болады, қайығы болады жалпы айтқанда. Міне сол қайыққа отырады таған, оны не істейді, қайықты тесе бастайды Хидр алейхиссалам. Ана Муса алейхиссалам қараса, ұстазы не істеп жатыр, отырып алып, біреудің қайығын тесіп жатыр. Ешкім танымайтын біреудің қайығын тесіп жатыр. Ол қайық болса, кімдікі, бір кедейдікі, сонымен өмір сүретін. Ананы көрген кезде, мынау ісің қандай іс? Мен сені әжептәуір ұстаз санап сенен талим алуға келсем, сенің істеп жатқан не? Жұмысың мынау қайықты тесіп жатсың деген сияқты. Сонда Хидр алейхиссалам не дейді? Сен айттым мен саған, сен маған не істей алмайсың? Сабыр қыламайсың деп айттым дейді. Болды, мен сабыр қылдым, енді сенен сұрамайым деп қайтадан жолға шығады. Жолда баратқан кезде жолда кімді көреді? Хидр алейхиссалам бір ойнап жүрген бір кішкентай жас сәбиді көреді, балағат жасына әлі толмаған. Оны не істейді, оны барып өлтіреді. Сол кезде жаңағы Муса алейхиссалам бұл ісінен қатты таңырқап, қатты таңғалып, бағана кемен тескені мейлі ғой, мынау адам өлтіру деген нәрсе деп жаңағыдай қайтадан сұраған кезінде не дейді? Айттым мен саған, сен маған сабыр қыла алмайсың деген кезінде, болды, сабыр қылам, сенімен бірге ілесемін деп тағы да жолға шығады. Жолда келатқан кезінде одан кейін не істейді? Бір ауылға кіріп, қарындары аш болып адамдардан тамақ сұраған кезінде адамдар оған не қылмайды? Ешқандай жәрдем берместен шығарып салады жаңағыдай. Бірақ жолдың бойында келатқан кезінде жолдың бойында бір не тұрады? Бір құлап қалған забор, құлап қалған бір дуал тұрады. Соны барып тұрғызып бергеннен кейін Муса алейхиссалам айтады: осы жаңағы ешкім бізге ешқандай тамақ берген жоқ, ешқандай бір жақсылық қылған жоқ. Осы хотя бы осы істеген ісіміздің жаңағыдай несін ақысын алайықты деген кезде, айттым мен саған, сен маған сабыр қыла алмайсың, енді осы жерде біз екеуміз не қыламыз дейді? Ажыраймыз дейді. Сөйтіп тағыны Хидр алейхиссалам жаңағыдай Муса алейхиссаламға болған оқиғаның несін айтып береді? Хикметін айтып береді. Бірінші, кеменің тескен себебі не дейді? Міне сол жаңағыдай кедейлер тұратын өлкенің патшасы, яғни сұлтаны, басшысы, бүкіл сау кемелердің бәрі не қылып атқан болады? Жинап атқан болады. Ал бұл балдардың кемесін алып қоятын болса, бұл қайықтан басқа, яғни бұл кемеден басқа олардың өмір сүретін несі жоқ, өмір сүретін басқа бір ақша табатын құралы жоқ болғандықтан, мен оны не істедім дейді? Тесіп қойдым дейді. Ертең сол патша келіп, жаңа кеменің тесік екенін көрген кезде не істемейді енді оны? Алып қоймау үшін дейді. Ал екінші, жолда кетіп жатқан, ойнап жатқан баланы өлтіруінің себебі дейді, ол бір салих болған бір ата ананың несі еді? Перзенті. Бірақ болашақта қандай болады ол бала? Болашақта өте бір жаман, Аллах тағаланың дініне қарсы келетін, әке шешесін жылататын жаман бала болып өседі. Сол үшін Аллах субхану тағала ол баланы алып, оның орнына не бергісі келді дейді? Салих перзент бергісі келді дейді. Болашақта Аллах тағала оған не береді дейді? Салих перзент береді дейді. Ал үшіншісі не дейді? Үшіншісі, бұл дуал бір жетімдердің несі? Дуалы, забориет дейді. Оның астында оның әке шешесі салих болған, әке шешесі не көміп кеткен еді дейді? Алтын көмген тұғын дейді. Егер де бұл дуал ашылып қала берсе, ол алтын не қылады? Ашылып қалып, қазір анау кішкентай балалар ол алтынды өздері аламасын, адамдар оны не істеп қояды? Адамдар оны талан-тараж қылып қояды. Сол үшін сол алтын көрініп қалмау үшін мен не қылдым дейді? Ана дуалды орнынан тұрғызып қойдым, чтобы анау ертең аналар үлкейіп, ер жетіп, жаңа үлкен болғаннан кейін барып ол алтынды алсын деп дейді. Міне осылайша біз бұл жерде не істейміз дейді? Бір-бірімізден айырыламыз дейді. Бұл оқиғаны біз өткен сабағымызда толық қылып, әдемі қылып айтып берген едік. Жалпы бұл оқиғадан, бұл тақырыбымызға қатысты нәрсесі не ол? Муса алейхиссалам, Алла субхану тағалаға мына өмірде менен де асқан бір білімді зат, білімді бір адам бар ма деген кезде, Алла субхану тағала оны қайда жіберген? Хидр алейхиссаламның алдына жіберген. Біздің қазақта Қыдыр ата дейтін, Қыдыр атамыздың алдына не істеген, соны жіберген жалпы айтқанда. Міне сол Қыдыр атамыздың алдына барып, ол кісі не алған? Ол кісі осы өмірлік бір талим алған. Алла субхану тағаланың білімінен алған. Білесіздер, Муса алейхиссалам оның алдына барған кезде не дейді? Аллахтан келе тұрған, Аллах тағаладан келетін біліміңнен маған да үйрет деп, оған не істейді? Оның алдына шәкірттікке түседі.
Жалпы айтқанда бұл тақырыбымызда міне сол Аллаға жақын болған, Алланың ғибадатында бекем болған, ғалым болған, не болмаса сол Алла субхану тағаланың құлшылығында бекем болған, абид болған адамдардың сұхбатында болу, олармен бірге әңгімелесу, олардан барып ақыл кеңес сұрау және олардан барып дұға тілек сұрау, бұл момын мұсылманның бір несі екен, бір сипаттарынан екен. Мейлі қандай дәрежеде болсақ та, мейлі Құранның 30 парасын жаттаған болсақ та, мейлі біз жаңағыдай өте үлкен ғалымдық деңгейге жетіп қалған болсақ та, мейлі біз өте үлкен бір уәлилік деңгейге жетіп қалған болсақ та, пенде әрдайым өзін не істеп отыру керек екен? Міне өмірде салих болған кісілердің, салих болған жаңағыдай адамдардың алдына барып, солардың сұхбатында болып, солардан барып білім алып, солардың барып дұғасын алып жүру, ол момын мұсылманның қасиетінен екен.